Саламатсыздарма көрермендер, нөмір 6 бейнебаян сабағы. Сабақтың мақсаты туманканы кнопка арқылы релемен жалғау және стендқа салу. Өздеріңіз көріп отқан туманкының схемасы. Бізде алдында тұрған туманкының алдыңғы екі лампочкалары, яғни оның екі жағы болады. Бір жағын біз минусқа береміз, немесе шанаққа, немесе аккумулятор батареясына беруге болады. Ал екінші үшін, яғни плюс, біз реленің 87-ші аяғына әкеп береміз. Реленің 85 және 30-ші аяқтарын біріктіріп, предохранитель арқылы аккумулятордың плюс тоғына береміз. Ал біз 86-ші аяқты кнопка арқылы береміз. Яғни кнопканың бір ұшын шанаққа, яғни минусқа, екінші ұшын реленің 86-ші аяғына береміз. Осы кезде біз кнопканы қосқан жағдайда біздің екі противотуманка жанады. Ал енді осыны стенд түрінде тексеріп көрейік. Біз ол үшін бізге реле, предохранитель, және де алдыңғы екі лампочка, және де кнопка керек. Бәр заттарды алдық. Енді жалап көрейік. Біз лампочканың екі плюсын бірге біріктіреміз. Және де 87-ші аяққа береміз. Лампочканың екінші ұшын аккумулятордың минусына. Келесі бізде реленің 30-ші және 85-ші аяқтарын бірге біріктіреміз. Сосын предохранитель арқылы аккумулятор батареясының плюс тоғына береміз. Аккумулятор батареясының плюс тоғына береміз. Ал кнопканы болса біз аккумулятор батареясынан минус аламыз, немесе шанақтан. Екінші ұшын 86-ші аяққа жалғаймыз. Ал енді осы біздің стендімізді тексеріп көреміз. Кнопканы басамыз. Бізде қосылды және өшті. Тағы бір тексереміз. Қосылды және өсті. Бұл жерде бізде реленің қойылу себебі мына кнопкамыз нагрузка кезінде еріп кетпеу үшін қойылады. Яғни біз релесіз кнопкамен қоя алмаймыз. Ал бізде бұл жерде предохранительді қойылу себебі, егерде лампочка жақтан, реле жақтан қысқа тұйықталу кезінде автокөліктің проводкасы аман болу үшін біз предохранитель қоямыз. Яғни автокөлікте қысқа тұйықталу кезінде бізде небәрі предохранительді атып тастайды. Сол арқылы біз көптеген бәледен құтыла аламыз. Келесі сабақта туманканы габаритпен бірге жанатын қылып жасаймыз. Яғни кнопка арқылы емес, габарит арқылы, габаритті қосқанда автокөліктің екі туманкасы жағатын қылып жасаймыз. Назар салғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.